Ордабасы ауданы Қараспан ауылында орналасқан Бейсен Онтаев мектебінде аудандық математика және физика пәндері бойынша тәжірибелік әдістемелік семинар өтті. Атаулы шараға 70 ұстаз қатысты. Жиын барысында мектептегі бірнеше сынып бөлмелеріне білім ұясына еңбек сіңген ардагер ұстаздардың аты берілді. Күрделі жөндеуден өткен мектеп қабырғасында бүгінде 1012 бала, оның ішінде 7 өзге ұлт өкілі тәлім алуда. Толығымен жаңартылған білім ұясы оқушылардың еркін әрі интернет жүйесінде де білім алуына барлық жағдай жасаған. Сонымен қатар мектепте жеке аудиторияларда қарастырылған. Аудандық семинар барысында оқушылар ұстаздарға арнап ән айтып би билеп түрлі қойылымдар қойды. Концерттен соң атаулы пәндер бойынша ашық сабақтар өткізілді. Бүгінгі осындай семинарымыздың қарсаңында бір емес бізде 5 кабинет ашылды. Бірі физика кабинеті, Есмұрат Бағдат атындағы, және одан кейінгі алгебра кабинеті, және геометрия кабинеті, одан кейін анализ және бастамалар кабинеті, одан кейін 5-6 сыныптарға арналған математика кабинеті. Яғни бүгінгі таңда бізде 5 сынып ашылды, 4-еуі математика пәндері бойынша, бірі физика пәні бойынша. Ұстаз жас ұрпақты жалпы адамды ізгілікке баулып, жақсылыққа тәрбиелейтін тұлға. Соның бірі аталмыш білім ошағына еңбегін сіңірген Бағдат Есмұрат қызы. 1984 жылдан бастап білім саласында өмірінің соңына дейін қызмет етті. Ұлағатты ұстаз табиғатынан әрбір іске жауапкершілікпен қарайтын жан еді. Бүгінде Бағдат Есмұрат қызына жеке сынып атауы берілді. Анамның осы мектепте атқарған істерінің арқасында қаншама физика пәнін көтеріп, ол кісі дарынды физик болатын негізінде. Осы ауылда үлкен деген қаншама жан-жақтан, жақыннан ауылда балдар келіп оқитын, өзім оған куә болған ауылда. Сол қаншама мысалға білім мамандары ең бірінші осы ауылда алтын белгіні физика пәнінен алып, анам өзі соны үлкен жетістікті аяғына жеткізді. Мерекелік шарадан ерекше әсер алған қонақтар мұғалім мәртебесінің жоғарылауын оқушыларға кеңінен насихаттағанына дән риза. Инемен құдық қазатын білім кемесінде келешек ұрпақтың озат болуынан үмітті.